фунттар 25 жылда 7 миллиард доллар берсе, bizim investorlar 3 yılda 7 milyar verecek. Kırgızistan'da bir de tarmak, bir de işkana, bir de investor, bir de bank size vergenden yardım veriyorlar. O şokla bin merkez rahmat. İkinci migrant bu metsenat. Kırgızistan'da bir tane aş, toy, spor turistçara, konser, siyasi ötmek. Ayında salgılatkan kulüp, gidepkana, balabakça, meçit, silerдің маңдай тебіңдер менен. Коррупциясыз, адал табылған еңбегіміз салмақта. Мен алып көріп отырмын. Үшіншіден, мигрант бұл бізге жаңы тіл үйреніп, жаңы өнер алып келген, жаңы инновация, жаңы цивилизация алып келген прогресске ұмтылған инсан. Сіздердің араларда дүниелік Philips'те, Siemens'те, Microsoft'та, Amazon'da bizді дүниелік интеграцияға араластырған инсандар отырады. Сіздер Қырғызстанға, ақша емес, сіздер Қырғызстанға инвестиция, прогресс жасап жатырсыздар. Бұға да шын рахмат. Төртіншіден мигрант бұл экспортер. Бағанар келдіңер, кетіп жатқанда Қырғыздың балын, жаңғағын, коньягын, сувенирін, киім кешесін апарып, чет чақат сатып қойсың. Европа өлкөлеріне birinci oranda altın eksport olsa, ikinci oranda kız gelinin giyinleri gelir. Bunu bir tane ministerlikte atkalgan yok. Kırgız'ın kız gelinleri atkalgan. En çok eksportörler bu Kırgız'ın migrantlar. Beşinci vazife misya. Bu memleket atkara turgan misya atkalasa. Kıtay eli milyar dolar жұмсайды, özünün madaniyatın, tilin tarqatу үшін Конфуций институты бар. Германияда Гёте институты бар. Сіздер мемлекеттен бір тиын алмай, Қырғыздың тілін, маданиятын, көкбөрісін, үркесесін, тұшогесесін, сүннет тойын, дел қойшы, Қырғыздың рухы дүниесін Айтматовын, Чыңғыз Айтматовын, манасын дүниеге тарқатып қойсыңдар. Мұндан ашық қандай ұлттық вазифа бар. Бұға да сізге чоң рахмат. Философ 19 жылындағы Розановтың айтқаны, мигранты – это капля крови нации, взятые на анализді. Сіздер ошол анализді ең татықты өттіңіз. Миллиард елге барып жоқ болып кетпей, керісінше қырғыздық менталитетті, ұлттық дөөлөттү сақтап, қайра Қырғызстанға ақыл инвестициясын алып жасалады. Мыйзам бойынша 14 жылы қабылданған, бұл бірінші мыйзам, Қырғызша айтқанда Самал мыйзам, чеки жақтарда бар. Бирок мыйзамдын ишке ашылбай жатканын эки гана себеби бар. Ошол мыйзам 14 жыл алгандан кийин 6 айда өкмөт программасын бекитиш керек эле. Ушуга чейин бекителе 4 жыл болду. Ал программаны жазып аткан Кыргыздын мыкты жигити Алмазбек Чүйш Асанбаевди кызматтан кетирип салдыңар. Эми жаңы жетекчилик ушуну тез жазып бекитип берсе жакшы болот эле. Сөзүмдү кыскартыш үчүн мындан ары миграция саясатын күчтүү кылыш үчүн жана аны ыратташтырып, иреттештирүү үчүн 5 багыт көрүп турат. Биринчи укуктук негиз мыйзам бар. Экинчи президент айтты, бул консультативдик орган, президенттин астындагы кеңешчилик. Үчүнчү мыйзамга биз киргизебиз. Жыл сайын жогорку кеңештин астында отчет берген сыяктуу эле өкмөт силердин астыңарга келип отчет берип турду. Бул өкмөттүн негизги миссиясы деп ойлойм. Төртүнчү багыт ошол миграция саясатын ишке ашыра турган Кыргызстанда күчтүү, ардактуу консулчулук институттары болуш керек. Будапештте 10 кыргыз жок, бирок ардактуу консулдук бар. Иркутскте 15 000 кыргыз бар. Ошолор 30 сомдук справка алыш үчүн Красноярскке келет. 3000 километр. Кантип өзүбүздүн граждандарды кыйнап аткан элестетип көрсөңүз. Ардактуу консул деген гана күбөлүп берип, biz ага айлык бербей, машина бербей, офис бербей, алардын лидерин мамлекеттик кызмат кылдырбайлы. Кане капашыш болду. Италияда 7000 кыргыз бар. Бир дагы мамлекеттик өкүлчүлүк жок. Bundan keyin 10 000 kırgız aşagan жерде ошол лидер сөз жок, ардактуу консул болуш керек. 40 000 кыргыз ашкан жерде консул болуш керек. Сөзүмдүн аягында кайда жүргөнүздөр
қырғыз деген қырғыз деп соққан жүрегі бар. Еш уақытта оралсын. Бар болыңыздар, аман болыңыздар.